Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Акрамжан болашақтағы келіншегінің әдемі жүзін елестетіп ынтықты. Сондай әдемі қызды Алла осыған бұйырғанына қуанды. Тойға да аз қалған. Сол себепті ол барлық жерлерді жинастырып, үйлердің сырттарын әктеп болған соң, азырақ қана демалу үшін спаға отырған еді. Сол кезде достары да келіп қалды. Күйеу бала, жәрдемге шақырмайсың ба? Үйді де келіншек қылыпсың ғой. Мына Гүлзарды қараңдар. Тойдан кейін келіншекпен рахаттанып жүріп, айналады екенсің ғой, деді. Ең қажеттісі, көшеден гүл тасып жүрмейді, деді жоралары бір-біріне әзілдесіп. Соң Акрамды жоралары ауқатқа шақырды. Акрам ойлап қараса, мерекелер кезінде еш жаққа шықпапты. Тойдан соң да анасы 40 күндік шілде деп еш жаққа шығармайтұғын біліп, ата-анасынан сұрап, жораларымен бірге тамақтануға кетіпті. Акрам сол күні 5 жора болып шайханада тамақтанғанын азырақ естиді. Ол өзін ертеңіне бегана бір кісінің үйінде, өзінен 10-15 жас үлкен әйелдің төсегінде өзін ұятты тәрізде көрді. Ол мас болғандықтан бегана әйелдің төсегіне қандай келіп қалғанын, қандай жұмыстар қылғанынан түсіне алмай жүрегі қысылды. Күнә іс қылып қойғанын біліп, ол өз-өзінің көксіне ұрып, ашық өзін ұрсатын еді. Үйге келгенде ол ата-анасының ойлаулы жүздеріне көзі түсті. Қайда жүріпсің? Түнімен қайда болдың? Ұялмайсың ба? Түніменен ұйықтамадық, деді әкесі. Сонда ол, мені кешіріңіздер, жаңағы шайханада шаршап ұйықтап қалыппын, деді. Әкесі қаттырақ бір сөз айтып қоюдан қорқты ма, қол сілкіді ар жаққа кетіп қалды. Анасы болса, оны қатты құшақтаған кезде, амандығыңа шүкір дегенде, өкініштен бақырып жібергісі келді. Өзі күнәға батып келген кезде, періште анасы оның бетінен сүйгені оған әлам қылды. Той күні да жетіп келді. Той күні барлық жігіттер бойдақтық уақытынан шығып, жания болып жатқанына барлығы қуанады. Ал Акрам болса, Наргизаның алдында өзін ұятты сезінді. Ол келіншегінің әдемі күлулерін, жұмбақ қараулары оның жүрегіне қылыштай саншылып жатыр еді. Акрамның қиялына келіншегі, сен маған сатқындық жасадың, сен кемпірдің сүйіктісісің, деп жатқандай болатын еді. Акрам ар таңда ұйқыдан оянғанда болған жағдайлар оның есіне түсіп, жынды адамдар сияқты бір нүктеге қарап ойланып қалатын еді. Жыл өтіп, күтілген перзенттің дүниеге келу уақыты да жақындап қалды. Наргизаның қасында тұрып, оның толғақ азаптарын көрген Акрам анасының аяқтарын сүйгісі келді. Әйел кісіге мұнша қиына. Наргизаға қараса, Наргиза еріндерін аурудан тістей бергеннен еріндері көгеріп кетіпті. Туып жатқан әйел қыл көпірдің үстінде болады деп дұрыс айтқан екен. Адамнан адам пайда болып жатқанда жер де бір сілкініп алады, дейтін еді әкесі. Бір баланы дүниеге әкелу осыншама қиын ба? Акрам өзінің баласын, өзінің тұяғын дүниеге келтірген әйеліне шексіз құрмет қылып, түніменен ауруханада қалып кетті. Азанға жақын әйелі қатты қышқырды. Дәрігерлер оған аман-есен баланы туып алғанын айтты. Хабарды естіді де
жүрегі қорқынышта болды. Сүйінші пұл беремін деп қалтасын пұлға толтырып келген еді. Бірақ ешқандай дәрігер ақша алу үшін, сүйінші пұл алу үшін шықпады. Неге ешкім шықпай жатыр? Әйелімнің жағдайы жақсы ма? Әйелім шында да аман-есен құтылып алды ма? Әйелім қыз ба, әлде ұл туды ма? Баласының жағдайы жақсы ма? Деп ойланды. Ол бейсабырлылықпен әйелі жатқан бөлменің есігін тақылдатты. Ішкеріден шыққан әйел оны ұрсып берді. Мұнша сабырсызсыз. Қазір барлық әйелдер ұйықтап жатыр. Кешірің апа, мен әйелім туралы сұрамақшы едім. Әйелім жақсы ма? Қыз ба, ұл туды ма? Әйел оған аз ғана сөзсіз тігіліп қалды. Сіз Наргизаның күйеуісіз бе? Иә, деп ол қалтасынан сүйінші пұлды әйелдің қалтасына салып қоймақшы болды. Рахмет інім, сүйіншіге өздері шығады. Әйел негедір қапарақ еді. Оны шаршау деп ойлаған Акрам оған онша мән бермеді. Балаңыз, деді да әйел тоқтап қалды. Ұл бала. Акрам қуанғаннан бақырып жіберді. Ұл? Енді менің ұлым бар. Менде әкемін. Менің ұлым. Акрамның қуанышы ішіне симайтын еді. Жаңаға әйел қайтып шықты. Інім, енді кетсеңіз, ертең азанда келсеңіз, ұлыңызды көрсетемін. Кешір, қазір барлығы шаршаған, деді. Акрам түн жарымнен өткен уақытта үйіне кіріп келді. Акрамның көзіне ұйқы келмеді. Ол шырын ойлармен ойлап, ұлыма той жасаймын. Сонда әкемнің атын айтып, ауқатқа шақырады. Әли ағамыздың үйіне ауқатқа деп адамдар әкемнің атын айтады деп ойлапты. Азанға жақын Акрам ұйықтап қалыпты. Ол түс көріпті. Оның түсі өте қорқынышты еді. Ол түсінде өте қорқынышты адамдардың, шайтандарға ұқсайтындардың арасына түсіп қалыпты. Шайтандар Акрамның аяқ-қолын байлап қойып, үлкен-үлкен қазандарда ет пісіріп, өте қатты дауыста, адамды қорқытып жіберіп, жүрегін жаратын дауыста бақырып жатыр екен. Сол кезде сарайларда болатындай бір адамды алып келіпті. Ол адамның тістері өте қорқынышты, шаштары шайтандардыкіне ұқсас, көздері болса сыртқа шығып тұрады екен. Сол адам Акрамды барлығына таныстырыпты. Бұл менің күйеуім. Ол бүгін менің қызым Маликаға, шайтанға үйленеді, депті. Шайтандар оларды алғыстап және бақыруды бастапты. Акрам бір шетте дем алуға да қорқып тұрған бір сәтте оның қасына ауыздарынан суы ағып тұратын, тістері бір қарыс болып келген бір шайтан оны құшақтамақшы болып келіпті. Жоқ, қаламаймын, деп ол оянды да барлығы түс екенін біліп, бір сәт өтіп өзіне келді. Ол бет-қолдарын мұздай суға жуғаннан соң қиялдары жайына келді. Ей Құдай, түсте осындай қорқынышты болады ма? Ол түстің тәсірінен шаршап қалған еді. Ол кеше ұл перзент көрген болса да, көңілі тыныш еместігінен қорықты. Акрам ауруханаға барғанда, оны әйелі терезеден күліп қарсы алмады. Оған бетінде көрсетпеді. Дәрігер баласын алып шығып, сүйінші де сұрамады. Ол алып келген бір қанша нәрселерді алып ішке кіріп кеткен дәрігер де қайтып шықпады. Жүрегі сабырсыздықтан жарылып кете жаздағанда, оны аурухананың бас дәрігерлі шақырып жатқанын айтты. Оның жүрегі
шу етіп, аяқтары дірілдеп, бас дәрігердің бөлмесіне кіріп барды. «Ассалаумағалейкум». «Уағалейкум ассалам. Келің балам, отырың», дей дәрігер оны отырғызды. «Доктор, кеше әйелім ұлымды дүниеге келтірді, бірақ шақалақты маған көрсетпей жатыр. Айтың, маған шақалақты көрсетсін». «Жақсы», деді де ол телефон трубкасын алып медбикелерге баласын алып келуді айтты. Ол әсте Акрам жаққа өтті де оның желкесінен ұрып: «Я, інім, кейде Құдай да адамды сынағысы келіп қалады. Барлық нәрсеге адам шыдамды болуы керек», деді. Акрамның жаны алқымына келіп қалды. «Балам өлді ма?» «Жоқ, балаңыз тірің. Бірақ онда не болды?» Сол кезде медбике шақалақты көтеріп бөлмеге алып кірді. Дәрігердің қолдары дірілдеді. Ол шақалақты медбикенің қолынан алып, оған жақынырақ келуін ымдады. Акрам балаға көзі түсуіменен шоктан қатып қалды. Акрам оны көруіменен қорықты. Ол баласы өте қорқынышты еді. Шақалақтың басы өте үлкен, қол-аяқтарынан да, денесінен де оның басы үлкен еді. «Жоқ, бұл менің балам емес, бұл менің балам емес. Доктор, айтың, бұл сенің балаң емес дең». Ол қатты жылады. Доктор жағдайларды көре беріп, үйреніп кеткендіктен Акрамның тынышталғанынша сабыр сақтап отырды. «Неге, доктор, неге? Менің балам не үшін мұндай туылды? Мен осыны сізден сұрамақшы едім. Неге мұндай?» деді доктор. Доктордың сұрақтарынан Акрамның бүтін денесі titrей бастады. Көздері жасқа толды. «Демек, мен сол қылған қателігім үшін Алланың берген маған жазасы осы екен да». «Иә, өте жағымсыз жұмыс болды. Дүние мұнша рахымсыз болмаса». Акрам ұл туды деп жораларының алдында той істей алмады. Анасы немерелі болдым деп басынан шырындықтар шашып, баланы бесікке сала алмады. Олар өлмеген адамға жоқтау ұстаған сияқты көңілдері шөкті. Мың толғақпен дүниеге әкелген Наргиза болса: «Ей Құдай, қайсы күнәм үшін мені жазаладың?» деп жылайтын еді. «Дертін берген Құдайым шипасын да береді» дейді. Көп уақыт өтпей Наргизаның денесінде және бір шақалақ қымырлап жатқанын сезінді. Тез арада олар және перзентті болды.